Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде қазақ тілі пәнінен қоршаған орта және энергия ресурстары бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаттары: мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды анықтау. Бақ материалдар негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау. Бағалау критерийлері: мәтінде көтерілген мәселені талдайды, мәтіннің негізгі ойын анықтайды, мәтіннің стильдік ауытқуларын, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, түзету енгізеді. Бірінші тапсырма бойынша мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Қазіргі кезде әлемде энергия тапшылығы байқалуда. Бұрыннан пайдаланып келе жатқан көмір, мұнай, табиғи газ сияқты энергия көздерінің сарқылуы немесе қорының азаюы қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерінің күн санап артуы адамдарды бей-жай қалдырмады. Бүкіл әлем энергия тапшылығынан құтылып, қоршаған ортаны ластамайтын альтернативті энергия көздеріне қол жеткізуге кірісіп кетті. Электр энергетикасын қалпына келтіру мәселесі бұл қауіпсіздік мәселесі, әрі еліміздің болашағы электр энергетикасы мен инфрақұрылымының даму деңгейімен байланысты болып отыр. Сондай-ақ Қазақстанның энергия қоры болып табылатын қазба байлықтары мен қалпына келетін энергия көздерінің зор әлеуетін иелене отырып, қазіргі уақытта энергия үнемдеу саласында ең соңғы орындардың бірін иеленіп отыр. Біз электр және жылу энергиясын өндіру, жеткізу, тарату және пайдалану кездерінде де энергияны үнемдеудің қарапайым ережелерін сақтамаудың куәсі болып жүрміз. Осылай қалыптасқан жағдайда энергияны үнемдеу мәселесіне қаражат бөлу жаңа энергетика көздерін салумен барабар болар еді. Себебі энергияны үнемдеудің өзі пайдалану тұрғысынан қарағанда жаңа энергия көзін ашумен бірдей. Қазақстанда энергия үнемдеу әлеуеті 30-35% ғана құрайды. Қоғамымыздың барлық салаларында энергия үнемдеу саясатын дұрыс жүргізу, жедел қолданысқа енгізілетін сапалы заңның бекітілуін және тұтас іс-шаралар кешенін орындауды қажет етеді. Құрметті оқушылар, бұл мәтінді сіздер менің оқылымымнан кейін өздеріңіз тағы да бірнеше қайтара оқып танысып, содан кейін орындайтын тапсырмаларыңыз әр абзацтан бір сөйлемге тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерге талдау жасайсыз. Содан кейін мәтінде қандай мәселелер көтеріледі? Ол мәселелер бойынша сіздің көзқарасыңыз қандай? Мәтіннің негізгі ойы қандай? Дескриптор әр абзацтан бір сөйлемге тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерге талдау жасайды, мәтіндегі мәселелерді талдайды, өз көзқарасын білдіреді, мәтіннің негізгі ойын анықтайды. Екінші тапсырма. Бұл тапсырмада да міндетті түрде мәтінді мұқият оқып аласыз, содан кейін мәтінге стильдік түзетулер жасап, редакциялайсыз. Бақ беттерінен алынған мақалада стилистикалық қателер, орынсыз қолданылған сөз оралымдары бар. Мәтінді біріншіден оқып танысып алыңыздар. Екінші тапсырма бойынша дескриптор стильдік түзетулер енгізеді, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын түзейді. Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша әр абзацтан бір сөйлемге тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерге талдау жасағандарыңыз үшін әр сөйлемге бір ұпайдан аласыздар. Мәтіндегі мәселелерді талдағандарыңызға бір ұпай аласыздар.
өз көзқарастарыңызды білдіре алғандарыңызға 1 ұпай аласыздар. Мәтіннің негізгі ойын анықтай алғандарыңызға 1 ұпай аласыздар. Екінші тапсырма бойынша стильдік түзетулер енгізгендеріңізге 1 ұпай, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын түзеткендеріңізге 1 ұпай аласыздар. Барлық ұпай саны 8. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.